Бүгін мен кешкі асқа ерекше тамақ пісірейін деп жатырмын. Ол манты. Манты пісіруге өте көп уақыт кетеді. Күнделікті жұмыс көп болғаннан кейін мен осындай ерекше тамақты пісіре алмаймын. Бірақ қазіргі төтенше жағдайына байланысты біз бәріміз үйдеміз. Сол кішкене болса да өз отбасында назар аудара аламын. Оларды сәл кішкене болса да қуанта аламын. Манты пісіру үшін бізге біріншіден қамыр жасауымыз керекпіз. Әрине қамыр жасау үшін бізге ұн керек. Одан кейін тұз, ашытқыш, яғни дрожжи және жылу су керек. Ең біріншіден біз бөлек ыдысқа 2 қасық тұзды аламыз және 1 қасық ашытқышты алып сумен оны араластырамыз. Енді біздің қамырымыз дайын. 2 сағатқа қоямыз. Осындай уақытта біз фарш дайындаламыз. Ал енді фаршқа бізге әрине сиыр еті керек. Одан кейін керек. Ең біріншіден сиыр етін тураймыз. Және жусайтып тураймыз. Енді қамырды көрейін. Қамырды жақсы. Енді өз көмекшілерді шақырайын. 2 көмекшім бар. 2 сұлу қызым. Енді біріншіден біз манты пісіретін маймен әдемілеп кейін фаршты 1 қасықтай алып саламыз. Енді 20 минутқа мантымызды буға пісірейік. Бізде манты пісіргенше салат дайындайық. Салатқа бізде пайдалы көкөністер керек. Ол әрине сәбіз, қырыққабақ және сарымсақ.
мен енді дастарханды дайындап, өз отбасымды дастарханға шақырайық. Ал құрметті достар, біздің киелі қазақ елі жасасын, осындай төтенше жағдайын ешқашан болмасын, ауырмаңыздар.